Бұл шығарылым жалпы ерекше болады, себебі осыған дейін Елдостың мамасы еш жерде сұхбат бермеген, ешқандай подкасттарға бармаған, сондықтан бүгін мамамыздың... Қай жақта? Олай шыққан жоқ, енді шығады. Бұл біз бірінші шығарып қоймыз онда. Демек, ешқандай жерге болмаған. Бұйырса, Колобоктың өмірдегі ең минус жақтарын көретін шығармыз деп ойлаймыз. Мектеп кезіндегі қызықты оқиғалардан, болған оқиғалардан, Колобоктың ішіп, біреумен төбелесіп, сондай. Бүгін бізде қонақта болған Қалтаева Жанат. Рахмет, мама. Рахмет, жақсы еді. Бірден бітіріп тастадық. Бірақ енді мама, бұл подкасттың бір правиласы бар. Ережесімен таныстырып өтейін. Біздің подкастта өтірік фантазированный әңгіме айтуға болмайды. Балам жаман, андай деп ондай айтуға болмайды. Екіншіден боқтауға болмайды, мама айтпашы. Боқтауға болмайды. Сол үшін мама... Ой, онда кеттім десем, мама. Микрофон мамаға керек емес десең. Боқтауға болмайды, сосын өтірік әңгіме айтуға болмайды, фантазировать етіп. Реклама жасауға болмайды, өзіңіздің бір неңізге, бірақ сізге болады. Сізде егер бір айтатын бір неңіз болса, рекламаларыңыз. Осы Колобоктың айтқандарын ешқайсысы болмайды, сізге бәрі можно. Негізі ма? Негізі. Негізі можно. Қош келдіңіз. Біздің осындай подкаст жасайтын жеріміз. Қайда жүрсің қаңғып десеңіз, міне жүрген жерім осы. Ерігіп жүрген жоқпын, мама. Енді осы жерден іздеп кел десеңіз, постоянно. Бұйыртса осы жерде боламыз постоянно. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы ма бәрі? Мамаға мен негізі ескертіп айтып қойған, бізде болған оқиға деген подкаст болады. Сол үшін андай, мама сәл андай бір камера бірдеңке түсіріп тұрса, ұялып қалатыны бар. Еще Турцияға барып келді ғой? Турцияға барып жақсылады. Екі құдайға Турцияға барып қанша тал бар, қанша шөп бар, соның бәрін маманың сторисінен көруге болады. Шөптің бәрін бет-бет еще құдағыңызбен бірге вайн түсіретіңізші. Екі мама қосылып алып неше түрлі видеолар түсіріп, бірақ бізге ең қатты өткен фотолары. Любой шөптің қасына, талдың қасына барады да, бүйтіп жапырағын ұстап, бүйтіп фотоға түседі. Осылайдыр фотоға түседі. Теңізге түсудің орнына, теңізге түсіп, шомылып келудің орнына, андай дәу балон алып алып, теңізге бүйтіп кіреді да, осылай кірді, осылай шығады ғой. Енді қалай шығады деді. Жаңда бүйтіп шомылып жүрмейді. Мен сөйттім мен негізі. Анау жағына дейін бардым ғой. Уайо, не деген дух дейсіз ғой. Ал енді біз шкатулкамыз бар. Айтпақшы, бұл Елдостың арнайы өзің дайындаған алтын сандығы. Бұл сандықтың ішінде не бар деп ойлайсыз? Білмеймін ғой, сұрақтар шығар. Жоқ. Жазып қойған сұрақтар болып қалған ба? Жоқ. Дында жоқ онда. Бар. Не бар? Қазір ішеміз отырып карта бар. Карта ойнаймыз. Қазір сізбен карта на раздевание ойнаймыз десең. Қазір бүйтеміз, картаны таратамыз, бетімен қаратып карта қоямын. Кімге тұз түседі, сол ең алғашқы қызықты оқиғаны бастайды, ары қарай өрбей береді сосын. Дайынсыз ғой? Бірінші карта Нұрболханға. Валет. Екінші сізге валет, өлі. Үшінші маған дама. Тұз Нұрболханға түсті. Маған түспес екен деп ем. Нұрболханға тұз түсті. Енді сенен бір қызықты бір болған оқиға. Қызықты немесе қызықты емес, жылайтын, немесе шошитын, ондайдың барлығы болады. Адам болғаннан кейін 35 жылдың ішінде неше түрлі жағдай басынан өтті ғой, содан бөліссең болады. Осы шкатулкадан бір өзіме тұз түспеді ғой тегі. Мама болған кезде баяғыда мектепте оқиғаларды айтып беруге болатын еді. Себебі каждый раз мектепке шақырған кезде жиналыс болатын болса, именно біздің класс сонда бұзық класс болды да. И каждый раз ата-аналар шақыра береді да. Шақырған кезде ойлайсың ғой, енді ата-анаң сені жақтайды деп. Жоқ, біздің мама мұғалімдермен қосылып баратын ғой мені. Міне отыр ғой. Бар ма? Андай да, жоқ, біздің айтқан версия, ол дұрыс емес версия негізі ше. Бірақ өзің білесің ғой, басынан өткізген жоқ, мама ондай болған жоқ десең, жоқ, сенікі дұрыс емес, короче, деген сияқты. Неге апайың тыңдамайсың деп. Бірақ енді андай басқа подкасттарда да айтқан, бізде өте қиын класс болды негізі. Коридорға сиіп кететін деген сияқты. Қандай? Ойба. Менің классым нормально болыпты ғой. Бағана сөзің аузында сен айтқан әңгімелердің бір әңгіме есіме түсіп отыр. Ол мамаға да тікелей касаемый әңгіме. 9 класс 13 февраль. 13 февраль. Біз Валентинка 14 февраль ғой. Сол кезде открыткалар алып бір-бірімізге сыйлаймыз ғой. Сол открытка алуға біз мамадан ақша алдық. Әр бала класста 150-200 теңгеден алды. Сөйтіп бүкіл класс қыздар балдар бірінші сабақ дене шынықтыру сабағы. Таңғы сағат 8-де дене шынықтыру сабағынан басталды сабағымыз.
сөйтеміз да класспен ақылдасамыз. Валентинка береміз ба? Ну зачем беріп, жылда беріп жатырық қой. Давайте лучше Валентинка, день Валентин, жуайық дейміз ғой. Сөйтеміз да анда екі дәу айген пакет бар ғой, дш формасын таситын. Форма жайында ішіне толтырып пиво, вино саламыз, толтырып екі пакетке. Ең бетіне екі футболка қоямыз ғой, ең бетіне. Сөйтеміз да шалдыр-шұлдыр еткізіп, кезекшіден, дежурныйдан өтіп спортзалға кіреміз да, сол жерде агласы полный ішеміз ғой. Агдам деген вино емес па әйтеуір баяғы? Қыздары да бар, балдары да бар, бәріміз ішіп, мас боп, бычыт боп, дыш ағайға ұсталынамыз, дыш апайға ұсталынамыз, завуч келеді, директор келеді. Жиналыс болады, маман бәріміз класс шақырады. жетекшілер келеді, сосын ата-аналар келеді ғой. О, қызық осы жерде басталды ғой. Есіңізде ме ол? Есімде жоқ шынында. Мен танисыз ба? Негізі маманың памяти өте не андай болмайтын нәрсе есте қалуы мүмкін, бірақ маманың памяти 26 гигабайт қой даже. И мамаға менің тартқан жағым менде де сондай. Менің түр жаттауым қиын. Түр жаттау өте қиын, или андай тойда жүргеннен кейін неше түрлі түрлерді жастайымыздан көріп, көп адамның түрін көріп тастағаннан кейін жаттау қиын болып қойған. В общем, сол агласымен ішеміз, ұсталынамыз, учетқа тұрамыз, и ата-аналар келеді ғой. Мұғалімдер ұрды, еш жинаймадық, директор ұрды, ұрысты еш жинаймадық, бағанағы полиция келіп, бағанағы учетқа тұрып, участковый сөйтті, оған да еш жинаймадық, бірақ мама бүйтіп андай мектептен кіріп келеді ғой, разгонмен, білесің ба? Ана біреу Соник деген бір мультфильм бар ғой, екі аяқ тура солай мама деп келді да, гік деп ұрған кезде бәрі есіңе түсіп, бүкіл нәрсе есіңе түсіп, есіңді жинап, мүлдем ішпеген адам сияқты шыққанбыз сол кезде. Ең қатты менде ұялатын және травма алған кезің мектептегі оқиға осы. Бүкіл мектептің көзінше таяқ жедім мамадан. Басқа не? Басқа ұялатын шеңгер болмады ма? Жоқ, қалған бәрінде өте қандай бар еді, сізді есіңізге бар сияқты ғой бірдеңесі. Талантты, сондай бір азамат еді. Шынымен мектепте сондай бұзық болған бұл, действительно сондай не болған. Ішімдік жағынан. Екінші ішкен жағы? Екінші ішкен жағы, мен бұны таппай қалдық. Елдар екеуміз іздедік. Мектепте ме ол тоже? Мектеп кезі ғой сол. Мектеп кезі ғой. Ол кезде бірақ жаз болғанда да уже майдың аяғы ма, майдың аяғы уже мектеп бітетін кез, пример сабақ кез. Таяқ жеп жатқан ұмытып қалдың ба? Балалардан. Балалардан ба еще? Балалардан таяқ жеп жатқан. Үлкен балалар. Ішіп алып. Ішіп алған ғой, соны балалар бұны есіңді жазамыз деп ұрған ғой. Біз іздеп жүрміз, барсақ, анау жаңа 38-ші мектепте. Соның несінде. 8-ші класс қой. Еще 8 ба? Иә. 8-ші. Балаңыз кішкентай кезден алғаш екен ғой. Алғаш болды. Агласы алғаш десе. Сөйтіп балалар ұрып атқан жерін Элдаш деп айқайлап, содан кейін барып есін жиып жүгіріп келді ғой. Дальше өзіңіз ұрдыңыз сосын. Сосын таяқты жеп үйге барып жатты. Ой, мама, андай не жоқ қой мамада? Негізі қатты ұратын ба едіңіз елдерді да екеуінде? Қолы көгергенше ұратын ғой мама. Біздің дене фигня, өзің қолы көгергенше ұратын. Таяқты жеген талай. Елдарды мектепте талай таяқ жеді ғой мысалы. Елдар қолын сындырып келіп, төбелесіп ше мектепте. Қолын сындырып келіп, соны өзінің қолын емес, біреудің қолын. Біреудің қолын сындырып еді? Иә, бір баланың қолын сындырып келген ғой. Сөйтіп, мен милицияда жүрдік қой. Сосын тағы, в общем, тек менің басыма түшу бағдарламасы, достар. Енді өзі сөйтіп айтатсың ғой. Басыңыздан өткен бір оқиғаларыңыз айтыңызшы, қызықты. Қызық емес қой, сол бәрі сенің. Өзіңіздің басыңыздан өткен болған оқиға. Не болды? Тұрмысқа шығатын кездегі оқиғаларыңыз. Жалпы қалай тұрмысқа шықтыңыз? Ойналасың құрсын. Ойналасың? Басым қатырмайын Жоқ, сондай қызықтарды айтып берсеңізші. Басқа не қызық? Мен жеке өмірімнен дейін ба? Неше рогың бар? Жигули мен гулянкаға шыққандарыңыз. Ойба. Ана үйде альбом бар ғой, ескі фотоларда. Жигулимен тұрды дейші. Или сол жердегі маманың түрін өзі, сол қазір жас көрінеді. Аздағымен танысқан кездегі андай қызықты нелер болды ма? Андай бір тығылып танысу или откровенно жүріп кеттіңіздер ма? Жоқ, жүрген жоқ. Откровенно жүріп кеттіңіздер ма деген. Жүріп кеткенде алып қашып кетті. Алып қашып кетті? Маманы алып қашып кетті, папа. Танымады ма? Сіз таныған жоқсыз ба? Танимыз ғой бірақ. Бір ауылдың адамымыз ғой. Ауылда өзі 4-ақ адам тұрады ғой.
өзі кішкентай ғана ауыл ғой, бірнеше көшесі бар, бір-бірін бәрі таниды. Сөйтіп, дальше не болды? Айтсаңызшы сол, қалай таныстыңыз? О, не қызық құрсын. Енді қызықты оқиғалар Бізге қызық болып тұр Мен мысалы. білмеймін, есімде жоқ. Не бар есіңізде ал? Мен ішкеннен басқа не бар? Сен тек қана ішкен кезі ғана есіңе алып қойған 60 жылдық өміріңізде басқа не қалды есіңізде? Сендердің бұзықтықтарынан басқа. Мұнда бері қарай жақын жақтан алыңыз. В общем, елдер екен мамаға көріспегенде көріскен екенсіңдер ғой. Иә, Иә, біз айттық қой, ойбай, неше түрлі комедиялар, трагедиялар болды ғой. Соның бәріне төтеп беріп шыдап осы күнге жеткізді ғой әйтеуір, шүкір. Мен 4-ші класста Темешектің ба? Екі алып келгені бар, екі алып келіп, ұйықтап қалған, жылап. О, сен Или ұрып ұйықтаттыңыз ба? туған күні тұғын еще, туған күнінде. Мен Өзінің негізі туған жалпы беспен оқитын азаматпын. И каким-то образом тура туған күнімде екі аламын ғой. күнінде. Екіні күнделікке қойып тұрып берген ғой. Дәу қылып қойған ғой еще екіні. Суреті бар сондай. Иә, бүйтіп тұр, дәу қылып 2 деген баға қойып береді, қолын қойып қасына. Соған намыстанып, спальныйда төсекте жатам да, ұйықтап қалам ғой. Ана 2 дегенді қарап жатып ұйықтап қалам ғой. Жылап, күнделіктің бетін шылқылдатып тұрып, жылап, ұйықтап қалам ғой. И соны үйдегілер маған андай издеваться етіп, оятпай, үстімнен тұрып, былай суретке түсіріп алған ғой. Сөйтіп соны шығарып, Сол фото әлі бар ма? Альбомда тұр әлі. Соны жапсырып қойып қойған ғой. 2 деген бағаны алған түріммен. Сондай ана махаббаты. Сондай ана? Сондай ана десе. Ана қаттесінде 4-ші класс деп атқаным. Бір күні мен үйден қашам деп шешем ғой. Не үшін? Болды. Баз кешкеннен ба? 4-ші класста үйден қашам деймін ғой. Қорлық Енді көргеннен папам ба? баласым ғой. Папа қайтыс болып кетеді да, сонымен біздің бұзықтық көбейіп кетеді. И мама ұра береді, короче, бұзық болған сайын көтеннен сабайды ғой. Сонымен мен андай бір шығарма жазып кетем ғой, мазмұн. Хат жазып па, еще кәдімгідей? Хат жазған кәдімгідей. Бірдеу немен. Не деп жазған примерно? Уже ұмытып қалдым мен. Көп. Типа енді папаны сағындым, бірдеңке сірдеңке деп ұзақ хат жазам да. Қош болыңыз мама деп жазып сөйтіп домнан шығам да, односторонка жаққа қарай өтіп, сол жерде бір домның шетінде бүйтіп тұрамын ғой. Қайға барасың? 4-ші класс мына кісілердің реакциясын күткен жоқсың ба сонда? Сен әдейі істеген сияқтысың сол енді. Қарап тұрдым ғой да сөйтіп. И односторонканың екі ортадан мама кәдімгідей соник құсап бағанағыдай деп жүгіреді ғой. Ол кезде мамам белі ауырмайды, аяғы оттай жүгіріп баратады ғой. Жап-жасыл халат па сондай сізде бір жасыл халат. Сонымен жүгіріп кетіп бара кезде жүрегім ауырып мамаға мама деймін ғой. Мама бұрылады, мені көреді да жүгіреді ғой маған қарай. И ойлайсың ғой да енді кинодағыдай жүгіріп келіп құшақтап балам жүгіріп келе жатқаннан бас әтеп байынан ба? Жетілей құсап депті. Врали ақ жетілей дейді. Тура солай кунг-фумен кәдімгі дыңқ деп тебеді, тарс еткізеді, болды ғой. Сол барып үйден қашқан нем сол болды, бір 500 метр қашқан шығармыз ол. Сонымен қайттан үйге апарды да, соны дальше таяқ жеу. Маған жазған, не деп жазған қызық болып тұр ана хатта. Сол жақсы көрем, ренжімеңіз бірдеңке, бірақ мен тұра алмаймын бұлайнан, мен кеттім. 4-ші класстасың. 4-ші класста. Мен мектеп кезден шығармаға жақын етіммін. 4-ші класс емес шығар. 4-ші класс мама? Енді қай класс? Бір білетін болса айтсаңызшы. Баған бір. Одан. Жоқ, 4-ші класс. Бастауышты біткен ба, бітпеген ба? 4-те бітеді ғой өзі. 4-те біткеннен кейін ғой, сол жазда ма? Қалай 4-ші класста басың соған жетіп тұр? Ойбай, қоштасып кетуге еще үйден. Әне, мен вундеркинд болғам. Ой, шіркін айты. Мені бала кезде, дүниеге келген кезде Каспер деген жоқсыздар ма мені? Каспер деп айтатын екен мені. Мектепте, қақтан ол кейінен, дүниеге келгенде емес. Енді, қай кезде? Кейінен ол, қай, 18 жасын десе. Жоқ, 6 жас, сондай кез ба, сондай. Сол кезде Каспер ма? Басың бәрі түсіп қалады деп, шашың бәрі түсіп қалады осы кезде ғой. Бір не айтып берейін, мен жалпы шашым ауылда тұрғанда. Таразға көшіп келдік кезде, сол үшін көштік. Мойынқұмнан ба? Мойынқұмнан тұрғанбыз, сол кезде мынаның басың бәрі деп, шашың бәрі түсіп қалады. Дым қалмай түсіп қалады. Не өшпейді, андай, тура Касперді білесің ба, Каспер дегенде? Касперді білесің ба, мультфильм? Мультфильм Каспер деген бар ғой, шашы жоқ. Біздің жағдайымыз ондай қатты болған жоқ, мультфильм көретіндей. Шынымен андай. Біздің үйде до того телевизор болмаған ғой. Мынандай айтпақ, мынау да сондай айтпақ едім. Басы да сондай айтпақ, өзі де осындай айтпақ едім. Тура. Телевизор болмаған ғой біздің үйде. Сол көршінің бәрі Каспер деп айтатын бұны.
мен бәрі кәсіпкер деп айтатын. Содан Сонымен кейін- сол балаң үшін көш деген ғой енді. Климат ауыстыру керек деп. ауыстыру керек деді да, сонымен Таразға көштік. Таразға көштік қой. Содан кейін барып сол жақта емдегенмін. Ол кезде бастығы бар ма жоқ па? Бар ғой? Бар Бар, иә? Иә. Ол кезде мен 5-6 жасым, папа 9 жасында қайтыс болды. Сен 9 жасыңда ма? Аха. 9 жасында қайтыс болды. Сөйтіп кәсіпкер болып аталған бұл кішкене кезінде. Тағы қандай қызық историяларыңыз бар? Тағындай. Соңғы 10 жылдықта хотя бы Балаларыңызға қатысты өзіңізде менде бір осындай оқиға болды дейтіндей болды ма? Білмеймін, менде Кеше Турцияда. мен дүниеге келетін кезде аварияға түсіп едіңіз ғой. О, не қылсын? Айта берсін. Ештеңе айтпай. О, не қылсын? Не жағың бар? Қызық қой Там просто. шоши. Халыққа Лучше сондай давай қылып сен тұрса. ешкенді айтайық. Дүниеге келетін кезде. Иә, бұл дүниеге келген кезде біз жоқ, бір тексерілуге Таразға бару керек болды. Сонымен шықтық, менің әкем бар, машинада өзі айдап келе жатқан. Артында жеңгем, 2 баласымен. Мен алдымда тұрғам. Бірақ мен алдымда ұйықтап отырдым. Бірақ бүйтіп ұйықтаптым да, шофер жаққа қарады, енді әкем жаққа қарады. Сонда келе жатып, Малдыбайда ғой, Малдыбайда бір бензовоз өшіп қалған ғой. Ол даже не қоймай кеткен ғой. Аварийка Шеге знак. қоймай қалған ғой, кетіп қалған. Соған кіріп кеткенбіз ғой, қара уже мындай кезі ғой, ымырт кез. Сонымен машинаның алдыңғы лобовоймен бірге қосылып, арқада тура светолардың бастарына барып жинап қалған ғой, жеңгемнің басына қарата сыпырылып. Сонда мен басым ұшып кететін еді. Былай қисайып жатқаннан кейін. Сонымен тірі қаптым ғой, әйтсе кетіп қалатын екенмін. Бұл кісі кетсе автоматпен ішіндегі жатқан мен де кетіп қалатын едім. Сонымен бітті ғой десейші. Прикинь, сол жерде бітетін еді, Елдос Колобов, Қалтаева жанат бәрі бітетін еді сол жерде. Бұл кісі анда ұйқыға жерік болған, маған екіқабат кезде. Содан любой жерде ұйықтай беретін болған ғой. Соны бүйтіп кеткен ғой ұйқыға. Сол кеткен кезде, соққан кезде былайынан жиналған ғой, түсіндің ба? Соның астында қалып кеткен ғой былайынан. Еще бүйтіп қарасаңыз, уже КамАЗдың асты тұрма былайынан сізде. Білмеймін мен, ол есімді білмеймін. Еще не ғой, бұл кісі не болған ғой, сотрясение болған ғой. Сотрясение болды да, сонымен Михалкаға жеткенше қасап қоямын ғой сөйлеп. Оны үйті мен білмеймін да, басқа автобусқа мінгізіп жіберген бізді. Оның ішінде таныстар менің дәрмен сөйлескен ғой, әңгіме айтып. Бәрімен әңгіме айтқан, бірақ қан, не болып дегенміз ғой бетіміздің бәрі. Михалкаға келіп, мен уже тура светофорға келген кезде, тоқтаған кезде қақсап жатқан біреудің дауысы естіледі, өзімнің даусым ғой сонда. Ой, есім жиып қаламын да сол кезде. Өзіңіз сөйлеп жатсыз ба, айқайлап? Сонда мен сөйлеп отырмын да, жаңа. Қақсап отырмын да. Света отыр. Жанат қош деп отыр да. Миын ашып қош деп отыр да. Мен миын аштым. Әбден нетіп отыр екенмін. Сол кезде зың ете қалды да. Сөйтіп есімді жидым. Сол кезде есімді. Сонда получается соған дейін шоковый состояниемен есіңізді білмейсіз, бірақ сөйлеп жатсыз. Сөйлеп жүрмін, аха. Сондай состояние. Осылай сөйлеп жүре бергем, бірақ не емес. Білмейді. Памятім білмейді ол кезде. Осындай. Мен босанатын кезде мама бензинге жерік болған. Ойбай, бензин. Андайды папа әкеп береді, соны иіскеп отыра береді, короче, бензин. Содан кейін ғой өртеп жүремін бүкіл жерді. Ойбай. Енді Танчо неге жерік екенін білесің ба қазір? Шампуньға. Менің шампуньыма еще. Іше ма? Ішпейді. Иіскеп Именно менің анау Clean Clever Ava деген бар ғой. Соны бүйтіп ашады. Сөйтеді да қолына бүйтіп жағады. Соны бүйтіп иіскеп отырады ваннада. Мен бір рет қараймын, анда шампунь ашық тұр да. Менен басқа ешкім қолданбайды. Немене ашық тұр деді. Ұнайды маған иісі дейді ғой. Сөйтеді да бүйтіп басып иіскеп отырады ғой. Бүйтіп басады, или болмаса құйып алады да, соны иіскеп отырады. В общем, сондай кішкене несі бар, шампунь иіскейтіні. Біз мама токсикоман болып тұр ғой, сонда. Токсикоман дей ма? Ең басты сұрақ, сіз айына қанша табыс табасыз? Неге ай сайын нормально табыс тапсаңыз да балаңыздан ақша аласыз? Табыс таппайын. Табысым бәрі осы балалардан. Бір ретте андай прикол болады ғой. Мен андай прикол ұстап, Каспийда ше деп бәрі видеоға түсіріп жүрмін ғой. Кімнің Каспийда қанша бар деп. Ең Каспийда ақша аз мен болып шыққан. Көп мамада ма? Ең көп мамада, ең аз менде болып тұр ғой, прикинь. Енді дұрыс қой, менде болу керек қой, иә? Бұлардың ақшасы менде болу керек қой. Әрине. Тапқа дегенсін. Елдос анаған алсаңшы мама, ақша берсейін. Сөйтіп жинаған ғой мама. Сөйтіп жинай береді ғой. Біз ана алған ақшаны жоқ қыз береміз ғой. Мен құлақ қағыз қойып қойған. Қазір менде уже жоқ десеңізші.
сіз анау историяны айтып берсеңізші Таңшолпанмен төбелескеніңіз. Соны айтайын ба? Иә, соны айтып беріңіз. Демек короче былай болады ғой деп қойды. Екеуі де орамалын шешіп салып қырылған үйде. Бәрі-бірінің шашын жұлып, кімге жақтасарын білмей. Мама қойыңызшы деймін, Танчо қойсай болды деп. Екеуі де мен таяқ жеп қалғаным бар еді. Екеуі ешқыртып мен табады десейші. Екеуі маған жабылып, бірақ не істеймін. Сондай нелер бар. Үйде негізі мама абьюзер десек. Ең қорлықты көрсететін мама деп қойды. Бағана авария дегенден шығып жатқан әңгімелер ғой. Мен енді тойға көп кетіп қалатынмын ғой. Талай рет болды ғой менде авария деген. Сізде де ма? Ойбай, кішкентайымнан аварияға қалай түскенмін. Айтып берсеңізші біреусін. Кішкентай кезімізде мен қанша жаста уже. Біз постоянно ана совхоз жамбылға баратынбыз. Біз Форумкадан совхоз жамбылға. Ол совхоз жамбылда әпкеміз тұрады, папам қарындасы. Ол праздник сайын біз сол жаққа барамыз. 7 ноябрь обязательно. Бәріміз шықтық, қолымызда, бәрімізде шар, сонда қатырады, сонда шармен еще Жигули бізде. Тәдем айдатып келатыр машинасын. Сонымен бір уақытта шу-шу етіп, Сәбит бар оның ішінде. Алдыңғы жақта Сәбит отырған, біз Назира, мен, Ғабит үшеуміз артта отырмыз. Шу-шу етіп, нетіп бәтеді, бір уақытта деген, болды, тыныш деді, жаңа тайғанап жатыр ғой. Біздікі не? Білесің ба, не? Рекачу. Иә. Вот сол, Рекачудан ұштық қой. Рекачу. Кәдімгі мостқа жетпей ма, или мосттан өткен кезде ма, аударылып жатырмыз. Ішінде неше адам? Ішінде өңке балаларымыз ғой, тәтемнен басқа. Тәтем деген нағашы атам. Бұл кісілер менің әкем. тәтем дейді ол кісіні. Аударылып жатырмыз, кеттік, домалап түстік та. Тып-тыныш тишина болып қалды ғой. Бәріміз үндемей. Бір уақытта қарасам, бәрін мен бүйтіп қаптым. Неге ше, терезеге. Тарсылдатып қоямын. Соны бір уақытта тәтем оянды же. Сөйтіп жайлап қарап та Сәбит жоқ. Сәбит сонда терезеден ұшып кеткен ғой. Мә. Кішкентай ол. Жылап тұр ғой. Деп тұр, жылап тұр ғой. Тура машина болса, машинаның жанында Сәбит жылап тұр, інімші. Бәрі тірі қалды ғой? Бәріміз тірі, бәріміз ештеңе болмаған, бірақ тәтемнің белі, омыртқалары сынды, сондай болды. Сол кезде соны бірдеңе болды. Ол неден ұшып кеттіңіздер? 7 ноябрь деп тұр ғой, тайғанақ. Тайғанақ не? Қары не болған тұғында. Сондай кезден. Сол кезде тайғақ болды. Авария демекші, мен өкіл әкем бар ғой, Мейірхан деген ауылда. Ол бұрын неден Қырғызстаннан, біз Қырғызстанға жақын тұрдық қой, шекара Қырғызстанмен. Қырғызстаннан біз барған кезде олар андай не істейді, сиыр сояды да, соның тушаларын бәрін екіге бөледі да, ортасынан беріне сөйтіп, бір-бірінің үстіне кигізіп, 8 ба, 9 ба, 10 шақты ма, примерно, нен ГАЗ-53-дің артында тиемізді, соны өгізіме кішкентаймын, тоже мектеп оқып жүрмін. Сөйтіп, жүр барып қайтайық деп, маған да қызық, әйтеуір жүре беру ғой. Сөйтіп, ол жақтан аламыз да, біз всегда неге таразға алып келіп, колбасын цехқа өткіземіз. Колбасын цехтар бар. Короче, андай, әркім өзінің үйінен ашып алған, воротасын білдіртпей ашады, жаңа қарайды да, КамАЗды кіргізеді да, жауып тастап, үйінен колбасын цех ашып алған, короче. Ондай көп болды Таразда колбасын цехтар. Сол кезде еще мен мектеп кезімде помню. Сөйтіп, тоже андай бір қардың и жердің былжырап жатқан кезі, короче. Қырғызстаннан андай аса бар ғой, өзен. Сол өзеннен ана ГАЗ-53-мен өтеміз былайына, сумен ағысымен бетіп арғы бетке өтеміз да, сөйтіп андай қырдың ортасымен шығып барып қала қарай кіреміз ошым деген сияқты ғой. И бір кезде екеуміз келе жатырмыз, өкіл әкем екеуміз. И бір кезде бүйтіп шығып бара жатқан кезде ошым жер былжырап жатыр. Былай қырға қарай саяқ екен, арт жағы уже қыр полныйшы. Төмен қарай спуск, короче. И сонымен, короче, аударылдық қой етпен бірге, короче. Ема. ГАЗ-53-де. Аударылдық. И ол кісі, типа, мен шошып қалмасын деп, типа, маған андай күшті күлкілі сөздермен жұбатып жатыр да, мен аударылып бара жатырмын, бірақ ше андай. Болды андай бір, кеттік ал, бәрекелді деп ше андай. Андай болады ғой, айбай деп паникавать өйтсе мен шошып қалатым деп тұрайын, кішкентаймын ғой енді. Бәрекелді кеттік, бәрекелді деді, аудардық, короче. Ет бетімен бірге, короче, еттер енді жерде уже шашылып жатыр еттер, лай болып жер былжырап жатыр, короче.
и в общем сол өкіл әкем былай төмен қарай қарап қалды, машина былай отырып қалды, мен жоғары жаққа қарай есікті көтеріп ашып шығуым керек короче деген сияқты ғой. Сөйтіп еще андай аударылдық, еще тұман ғой, полный бір 5 метр жерден жер көрмейді ары қарай уже. И біз еще әлі андай өзеннен өтесін, тағы да үлкен өзеннен өтесін да, короче. И біріншісінің өзінен біз құлап қалдық да, короче. И сөйтіп өттік та ана жерден құладық, бір кезде ал кеттік бірдеңе деп шықты бірдеңе, мен андай типа күлдіріп сөйтіп не істеп жатыр да, енді сөйтіп жұбатып жатыр да, мен типа сосын шықтыңыз ба, иә шықтық, ой бірдеңе шықтыққа қараймыз, еттің бәрі шашылып жатыр уже ана лайда бірдеңе деген сияқты. Енді ананы біз кетіп қалғанбыз ана жақтан уже, ана жерде екеуміз ғана. Сосын не істейміз, ал енді кеттік, енді жата берсін солайынан деп қалдырдық солайынан машинаны. И енді біз ауылға жаяу қайту керекпіз. Етше Қалды сол жерде бәрі. Уже андай қараңғы батып кеткен уже. Қараңғы батқаннан кейін уже тұман бастап кеткен, 5 метр жер ары қарай қалың көрінбейді деген сияқты. Сөйттік та қой мынаны тастайық деді. Мына жерде алып кете алмаймыз, мына машинаны да көтере алмаймыз біз. Лучше ауылдан барайық. Сөйтіп та тағы да бір КАМАЗ машиналар алып келіп, тартып етті салып сөйтіп алып кетеміз деп, короче. Ол ет проблема емес қой, кейін апарсаң жуып қайтадан не істеп алады ғой енді. Просто ана жерде сөйтіп шықтық та, жан жаққа қарадық та, екеуміз общем ауылға қарай бастық. Еще ауыл ұзақ жол кәдімгідей ше. Қалың тұманның арасынан енді бізге короче ориентир қайқа қарай ғой, короче. Примерно шыққан кездегі жол былай, значит біздің ауыл мына жақта деген ориентирмен ұстаймыз ғой. Сөйтеміз де былай барып, примерно осылай қарай ғой, иә, осылай қарай ғой деп жүріп айналып келіп КАМАЗдың қасынан шыққанымыз ше жаңа. Қайттан ба? Айналып сонда ана жерде андай ғой, короче, ең үлкен өзенге жетсек, ар жағында ауыл деген түсінік тұр ғой бізде. Бізге қазір өзенге жетіп алу керек деген әңгіме ғой, короче, түсінсің ба? И сол қалың тұманның арасынан бүйтіп, әйтеуір лайды кешіп, бүйтіп жүріп, сәл бір траекторияң өзгерсе болды ғой, короче, сонымен кетіп қала бересің ғой былайынан. Сөйтіп ана қалың тұманның арасынан қайтадан сол жерге айналып келгенбіз ғой, короче. Бір жаққа қарап қоймыз, что-то бұндай жақта емес, ұзақ жүріп кеттік, что-то бірдеңе деп қоймыз, короче. Сөйтіп қалың тұманда сөйтіп айналып қайттан келіп, общем қайтадан бүйтіп жүріп жолды тауып, өзеннен өтіп ары қарай сөйтіп ауылға барып, общем сол қатты есімде, кішкентай кезімдегі мен память жоқ, бірақ қатты есімде қалып қойған сол етпен аударылғанымыз бір, еще жолда адасып кеткеніміз бір. Қайттан барғанымыз бір. Сол өтті маған. Иә, сөйтіп андай не кейін уже барып, уже постоянно сөйтіп етті апарып тасып жүрдік сол кезде. Енді бұл жалпы біздің қазіргі түсіріп жатқан нәрсеміз YouTube каналдан шығады, Алла қаласа. YouTube каналдан шығады дегеннен шығып тұрған бір әңгіме бар. Менің YouTube каналыма тіркел, YouTube каналыма қосыл, YouTube каналда көр, YouTube каналдан қараңыз, YouTube каналда толық нұсқа дегендер көп болып кетті ғой. Мама Инстаграмда отырады. Қарап отырады. Сөйтеді да бір күні пультты алады да, телевизорды қосады да, каналдарды араластырып отырады ғой. Каналдарды КТК, НТК, Қазақстан сөйтіп отырады да, Танчо дейді, ау десе, YouTube канал қанша сізген? YouTube деген қаншаншы канал деп па? Иә, қаншасыншы канал, мына топ-5-ақ болмай. Жаман жыртылғанбыз сол кезде. Әбден әркім сторисін көре берсе, YouTube-қа тіркел, YouTube-та каналымда көр. YouTube каналыма тіркел деп. Иә, YouTube каналымда толық нұсқа дегенді көріп алған ғой соны. YouTube қаншасыншы канал дейді. Іздеп жатыр ғой жоқ қой сіз. Сөйтіп бір картопты жарғаны бар маманың. Сондай. Енді бұлардың бұзықтығы мен де бағзаттан да тараған шығар, мен де бұзықпын бұл кішкентай кезінде. Бұл кісіні кішкентай кезінде. Мен байлап қойған ғой. Мен байлап өсірген ғой, өсірген кезде. Байлап. Жіптен шешсе бітті мен жоқ болып кетеді екен. Таппай қалады екен мені. Хат жазып кетіп қалдым. Мама, папа, жақсы, давайте мен кетіп қош. Көршінің үйіне барады екем де, шкафтарын ақтарып отырады екем. Бәрін шашып тастайды екем, шкафтарын ақтарып, ішін бәрін ашып қарайды екем. Бұл кісілер 9 ғой. 9-ның ішінен именно маманы батарейкаға байлап қояды екен. Есімде әйтеуір бір байлап қойып терезеде тұрмыз, кухняның терезесі. Соған байлап қойған ғой мені. Менен кейінгі сіңілім мен інім жүгіріп ойнап жүр ғой. Менің терезеде байланып тұрмын, еще ар жақта далада апам тамақ істеп жатыр. Бәрі жұмыста ғой енді, тәдем, дешем жұмыста. Апам далада тамақ істеп жатыр. Сол тамақ істейтін кезде сол мен акасы байлап қойып кеткен терезеге. Қарап тұру үшін мен тұрмыз ба деп. Менің кейінгілер жүгіріп ойнап жүр ғой. Именно мама жоқ болып кетеді ғой. Мен жоқ болып кетеді деген таптай қалды. Сол байлап өсірген ғой маманы. Еще бізге ұрсады. Кімге тартқансың сен?
бұзық деп. байлап өсіру демекші мен есіме түсіп кетті, баняға қамап тастаған кездер болды мен. Сені ма? Баняға қамап тастайды, баняның есігінің алдында тапчан бар. Тапчанда спокойно шай ішіп отыра берді. Мен боқтап жатырмын еще андай. Баняға қамап тастайды. Деп қойып отыра берді. Еще отырып алып еще тағы да бүйтемін ғой, тамақ істейді, апам істейді ғой тамақты ол кезде. Түскі ас бәріміз 9-быз ғой, еще бәріміз тамақтандыру керек. Күріш басып жатыр екен. Мен ондай тамақ жемеймін. Енді не жейсің, картошка, онда күт деді. Мен сияқты күтіп отырмын, олар тамақты істеп, тамақты ішіп, жинап бәрін бітіріп тастады. Тамақта жоқ уже. Мен тамағымға жоқ. Сөйтіп шыққаным бар еще. Андай тағы бір есіме түсіп кетті. Мысалы қазір Омарито кішкентай бала жүр ғой қазір, Дамелия құлап қалса жаным деп жүгіріп барып аяғын үф деп үрлейсің, еще ва сүй дейді. Муа деп тізесінен сүйесің ғой ауырған жерінен. Бізді кез қалай болды? Андай брусья бар ғой, білесің ба? Бүйтіп тартыласың ғой. Сондай бір брусьяның 2 этажысы болды. Үстіне бүйтіп тартыласың, астында тағы да бір 2 таяқша болады, онда темірі. Сөйтіп елдар үстіңгі темірінде бүйтіп айналады да байынан. Бүйтіп айналады ғой, 2 аяғын бұтын жіберіп байынан. Бүйтіп тұрады, фук етіп жібереді да тас етіп соғылады. Соны қайталайын деймін ғой. Соны мен қайталайын деймін. Ана елдар бүйтіп істеді ғой. Фук етіп құлады, мен соны қайталайын деймін да. Брусьяға шығамда бүйтіп бұтымды бүйтіп өткіземін. Сөйтіп бүйтіп денем былай айналады да, былай тұрып қаламын ғой. Осылай тұрамын да жіберемін ғой қолымды. Жіберіп қалған кезде астыңғы темірге мынамен барып түсемін ғой жақпенше. Сөйтемін да мына жағы мынандай қанайды быт-шыт болып. Ана ол кезде 16-шы дом жақтан ба, сол жақта болды ғой. Сол жақтан до конца үйіміздің алдына дейін жылап келемін ғой. Деп ше. И мама шығады ғой алдынан. Деді, гыңк деді. Сауап саған өл қайыршы деді. Елдар жылап жүр. Ойладым, мама таяқ жеп қалдым. Жоқ, анау неден бүйтіп құлады деп. Сонда әбден сол кезде ұрысқаны бар. Андай олимпиадалық бірдеңе жарыстарға қатысқан кезде жетектеп жүретін кезіңіз болды ма, например? Бұлар мен Олимпиада? Жоқ, андай болады ғой, пәнаралық бірдеңе бұлар деген қатыстыра сияқты. десейші? Өнерден или бірдеңе деген сияқты. Бұлар қатысты ма десейші? Қаяқтан қатысқаны? Қатысқанда жоқпыз ғой біз. Бұлар жетектеп мен жолдың ары бетіне шығарам, кішкентай кездерімде. Қай классқа дейін, 4-ші классқа дейін жүрдім бе сөйтіп Жоқ. сендермен? Елдар 2, мен 4. Дұрыс. Мен 4-ші класс, елдар. Мен бастауыш біттім, бұл мама уже бізді тасымайды ғой. 5-ші класс, елдар 3. Мен 5-ші класс, елдар 3-ші класс, біз 2-ші микрорайон. Сен тұрдың ғой соқта. Сояқтан 36-ші мектеп 1-ші микрорайонда. Сояқайдың барып, өзіміз барып, сабақ оқып қайтып келетінбіз. Қазіргідей жоқ. Қазір балдардың мектептің алдына машинамен апарып тастап сөйтеді ғой. Ондай жоқ. Өзің кетесің, аман-есен келесің ғой дейді. Болды, сонымен қайтып келесің ғой. Сөйтіп жүретінбіз. Біз анау баяғыда мектеп оқып жүрген кезде мектептегі қандай, например, аудандық жарыстар болады ғой, например. Каждый мектептен мені көбінесе андай өнер жағынан ән байқауына, андай абай оқуларында ән айтуға сондайға жіберетін ше. И, короче, всегда мама жүретін қасымда. Андай киім тіктіруге, например, еще біреуден қарызға алып, сөйтіп мама негізі өнер жағыма келуінде негізі кішкентай кезімнен қатты поддержка берген мама. Енді папа енді әзілге жақын болса да, бірақ қандай көп не істеген жоқ та, араласқан жоқ. Бірақ всегда балалардың ішінде мен арылып жүріп, мектептен бірдеңе жарысқа жіберсе де, уже андай киім тіктіруге атсалысып, мектепте тоже Зүлфия деген апай болатын, тоже домбырамен қазақ тіл пәнін әдебиеттен беретін кісі. Домбырамен ән шығарады, ақын өзі ән айтады деген сияқты. Соларға қатыстырып сөйтіп, короче, бір күні жарысқа қатысатын болдық, короче, ән байқау, әнші балапан ба, сондай бірден жарыстар болатын еді ғой. Сөйтіп, помню, бір 7-ші класс па, 8-ші класстар ма, может, примерно. И жарысқа бардық та, бір әнді беріп, соны еще қалаға барып бір аранжировка жаздырттық, короче, сөйтіп, кәдімгідей дайындалдық та, и сөздерін мектепте жүргеннен бастап уже сөзін четко қылып жаттап алғам ғой, короче. Аранжировкасында бәрін жазып қойып, и именно байқауға барған кезде өзі 3 куплет тығам ғой, 2 куплетін айтам да, проигрыштан кейін 3-ші куплеттің сөзін ұмытып қалам ғой, короче. Иә. Бірінші, екінші куплетті четкий қылып айтып келатам да, бәрі күшті қылып бейт. Уже примерно мамалар ойлап тұрған ғой, гран-при уже деп ше. Мынау гран-при уже деп. Үшінші куплет на деп айтып бір жерден қалам. Ол бәрі
бәрін айтып келедім да 3-ші куплет есімнен шығып кетсе бола ма, соған дейін четко айтып келемін. Дайындықта да, үйде де, басқа жаққа барғанда да андай. Гран-при жоқ. Гран-при жоқ уже болды, ойлашы. Бірінші орын болып қалды. Соға, бірінші орын алып қалғанмын ғой, нананасын не істеп қалғанмын ғой, бірақ четко айтып бергенмін. Нанананың өзінде кәдімгі нотасымен четко айтып беремін ғойшы. Сосын бірінші орын алып қалған бар, оған жылап мен кәдімгідей қатты өкінішті, бірақ бірінші орын алып тұрсың, бірақ енді гран-при емес та, бірақ оған жылап кәдімгі маманың өзінде не болды, не істедім, бір сөзім ұмытып қалдым, бірдеңе деп өйтіп сондай нелер болған. Еще одан аудандықтан өтіп республика. Мама да жақсы. Мама енді анда ғой, иә, әнге жақын да мама, а папа кішкене андай құйтырқы әзілдерге жақын да, біреуге тиісіп сөйлеу бірдеңе деген сияқты. Маған енді не жағы тоже мамадан кейін ғой, юмор айту, әзіл айту жағы ше. Ішу шегу десең. Ішу де мамадан десең. Ішу енді папаңнан ғой. Ішу пападан онда десең. Мен бірақ ол баяғыда ғой. Мектеп кезде дәмін көріп, дұрыс емес екенін түсініп, сонымен полный қойып кеттік қой. Ішу дегенге жоқпын, құдай сақтасын. Оны құптамаймын да. Мен қасымда да қаншама жігіттер бар, біраз. Шегуші. Оны да құптамаймын. Категорически қарсымын, құптамаймын. Сол үшін қою керек. Сен есептеші ал, қанша күніне қанша темекі шегесің, қанша ақша кетеді, ал есепте. Айына қанша ақша кетеді сол. Оны мен білмеймін ғой, қалай есептеймін егер мен шекпейтін болсам. Есепте. Бір пачка неше күнде шегесің мысалы? Мен шекпеймін ғой, мынау несі дұрыс па? Ұстап берейін деген ғой сізге. Көрдің бе? Мамаға өнер жағы тартқан, папаға баяғыда ішу жағы кетіп қалған болса, папаға тісім ұқсаған, иә? Інім тістері мамаға ұқсаған. Мен жасым қазір 34-ке келейін деп жатыр ғой. Әлі стоматология дегенге барып, тісімді ашып... Ян барып көрсетіп көрсешін бір рет. Тісімді жөндетпеген ғой мен. Андай пломбы салу, кариес, не дейді ана, құрттаған тісті жұлу, бір нервісін алды, бір бәле деп ана, тісім дейді ғой. Онда жоқ менде болмаған. Оны сезінбегем де, сезінбей ақта қойыншы деген тілек болып тұр. Ол жағынан енді кровь не вода дейді, папаға тартып кеткен екем. Мамаға тартқан жағым бой, сосын әзілге бағанағы жақындығым, өнерге жақындығым, сондай жақтар мамаға тартқан. Үйден қашып кету бағана өзіңізде байлаған екен. Үйден қашып хат жазып кету бәрі ол. Соның барлығы мамаға тартқан екен. Бұл енді қазір кішігірім, мама да айттым бағана, память деген бірде бар, бірде жоқ болып тұрады, көп нәрсе есінде жоқ, бірақ енді әдемі бір кішігірім сұхбат өткіздік деген ойдамын. Негізі бұл сұхбатта Нұрболханда мамасы болғанда қазір ән айтып, негізі болу керек болған, бірақ біз енді бұл сұхбат подкаст аяқ астынан жасалып қалды. Мама қазір енді Алматыда емес, Таразда болып қалды. Алматыда болған кезде уже смело келіп, менің бүкіл бала кездегі жаңағындай минустарын да айтып береді. Шүкір Таразда болып қалғанда маманың. Хорошо, что мама Таразда. Хорошо, что мама Таразда болып қалды. Ата айтып қосарыңыз бар ма? Бұл енді жалпы құдай қаласа біз енді екеуіңізді шақырып алып, осы жерде енді просто екеуіңізді шақырып, екеуіңіздің баталарыңызды да алғымыз келген бір жағынан. Негізі енді үлкен жоба, үлкен бастама бастап жатырмыз ғой, Елдос екеуміз. Сол күнге қарата енді? Иә. Жоқ, мама мені қанша жерден бізді ұрып, текпілеп, бағанағыдай ұрсып, тоқпақтағанның өзінде де 8-ші класстан бастап жұмыс істеп кеттім ба? Одан кейін уже міне 8-ші класстан бастап жұмысқа кеттім. Жұмысты деп бұл жұмыс істеді. Бұл енді папасы жоқ болғаннан кейін мен бұны мойнына уже үйреттіңіз ба жаймен? іліп тастадым ғой. Мен айттым, сен папаң жоқ, әкең жоқ болғаннан кейін әкенің орнына әке боласың сен енді. Елдарды өзің жетектейсің. Осы сен нан жесең, ол да нан жеу керек. Сен су ішсең, ол да су ішу керек. Екеуің бірдей болуларың керек деп. Бұған мен жүктеп қоямын ғой елдарды. Содан мен 8-ші класс, елдар 6-ші класс, содан сол кезден бастап елдарға сіз деп айтасын, ағаң сенің деп үйретеді. Содан бастап. Өзі 2 жас кіші болса да, елдар. 1,5 жас. 1,5 жас. Әлі аға дейді, и сіз деп сөйлейді Елдосқа. Үйде елдар сіз деп сөйлейді, алуа сіз деп сөйлейді келін. Ол жас үйретім керек, ол 96 жылғы. Станчолпан келіншегім. Кім еді да қой? Ол да сіз деп сөйлейді. Единственный... Мама сіз деп сөйлейді сіз? Үйрет алмай адырым сол. Единственный деп тұрған, жоғы сіз деп айтпайды деп тұрған. Единственный сіз деп сөйлемейді. Енді маманы өндірсем десе, сіз деп сөйлеуге. Шүкір берген тәрбиеңізге рахмет, Алла разы болсын. Жаман болған жоқпыз. Сол айтайын дегенім, сол жұмыс істеп 8-ші класстан бастадым ба, содан бері мен қандай да бағытты таңдасам, ешқашан жоқ деп айтпайтын.
жоқ бүйтпейсің сөйтпейсің деген жоқ. Мен актер боламын деймін, қуасың ба дейді. Қуам, сондай болғым келіп тұр. Болды, актер болсаң бол. КВН-ге барамын деймін. Естисің КВН, барғым келеді. Болыпты, барсаң бар. Сөйтіп мен 16-17 жасымнан уже свободный агент болып кеткенмін ғой. Қала дала-даланы аралап, сөйтіп жүріп міне осы күнге де жетіп негізі андай ғой, всегда қолдайды, всегда дұғасына қосады, всегда тілеуін тілеп отырады, тақымын қысып отырады дейді ғой үйде. осы кезге келгенде сізде Колобокқа да, Елдосқа да, Елдарға да қолдауыңызды аяған жоқсыз ғой. Оны оқып жүрген кезден бастап біліп жүрдік қой, көріп жүрдік. Үйіңізге де талай барып жатып жүрдік деген сияқты. Сендер біз 13 тура жылдан бұл кісілердің домы былайынан тұрса, біздің дом былайынан тұрды, короче, деген сияқты. Сенде 12 тұрдыңда ма не? Иә, біз анау үйден мен банкі салаттар алып кететін. Салаттар алып келетін кезде соны біз үйге алып келетін бұл. Сөйтіп осылар үйде тамақ бар, мама картошка пісіреді, манты пісіреді, жоқ, банкіні аламын да, балдармен қызық еді ғой. Солармен барып роллтын жеп, салатпен нан жеп сөйтіп отыратын ғой. Осы үйге, осы үйдегі банкілерді алып келетін тамаша. Олар 6 бала ма 7 бала отырады. Бірақ бөлме. Екінші бөлменің есін құттақ болған хозяйны. Сол бір бөлмеде 6 бала тұрады ғой. Иә. Сөйтіп сенген балалар қазір енді Аллаға шүкір осындай Елдос осындай қандай жағдайға жетіп отыр. Сөйтіп отқан балаларыңыз міне қазір фильм түсірді. Рахмет. Жақсы. Бәрі мені ақтап отыр ғой енді. Алға қойған мақсатына жете берсін арғата. Не дейсің тағы да? Біздің киноға не айтасыз? Киноларың күшті. Бұйырса сізге бірақ қазір көрсеткізбей отырмыз негізі әдейі. Ертең предпоказға келген кезде біз кеше өзіміз көріп алдық. Колобок осы уақытқа дейін бұл фильмді көрген жоқ еді Колобок кеше. И Колобок басқаша ойлап келген ғой ол фильм туралы. Қандай болып қалады екен, қалай шығып қалады екен деген сияқты. Актерларын ойнату қалай болады? Сен кеше отырып алып жылап отыр едің ғой. Вот соны кеше көрсеттік қой. Келіп полный монтажын бітіріп, фильмді көрсет. Бітті ме же? Монтаж бітті. Бітірді, енді қалған бояу, звук, тазалау деген сияқты. Сол кешегі даже черновой варианттың өзін келіп бір 10 адам болып қарадық кинодағы не істеген. 10 адам пыш-пыш етіп жылап, күліп, рахаттанып, қаршылдап, жылап, күліп, қарқылдап, қатты жылап, в общем, Елдос өзін кәдімгі босатып тастады, сол жерде мен жылауға дайын болдым деген сияқты. Елдос өкіріп жылап от души болды бәрі. Енді кино ұнайды деген ойдамыз, Құдай қаласа. Ата-анамыздың алдында да, бағанағы халықтың алдында да, бүкіл кино саласында жүргендердің алдында да, еще мен үшін дебют режиссер болу деген өте қиын нәрсе. Елдің бәрі профессионал режиссерларды жалдайды ғой кино түсіру үшін. Бізде режиссерді алғашқы дебютымен Нұрболхан өзі қолына алды. Кеше соны көріп материал дайын болып шыққан кезде өзім үшін кәдімгідей бүйтіп мықты екенсің деп қойдым өз-өзіме. Екеуміз бір мамандықта оқыдық қой. Актер режиссер. Бұл енді біздің жалпы КДР мамандығының Тараз мемлекеттік университеті өзі алғашқы түлегі. Сол мамандықтың ең алғашқы түлегі біз болдық. Одан кейін бізден кейін Армани түсті, Колобок түсті, менен кейін. Бұлар шиголдар ғой менің. Сөйтіп аман есен сол бір мамандықты бітірдік. Зато Таргуды не болсындар. Анау осы орайда айта кетейін, Таргуде бізге үлкен поддержка берген Айгүл Кабиевна. Сіз де танисыз ғой, өте жақсы танисыз. Айгүл Кабиевнаға үлкен алғысымды білдіремін. Қанша жерден біз КВНщик болып кеткен кезде де басында ұрысып кейін уже КВНмен атымыз таныла бастаған кезде қазір университеттегі түлектеріне енді оқып жатқандарына бізді енді мақтанады деп ойлаймын енді. Сондықтан ол кісіге де үлкен алғысымды білдіремін. Айгүл Кабиевна, вы лучший, рахмет сізге. КВНде қазір осы 70-ге келіп қалды примерно. КВНде қуып жүре бермеңдер деп бізді әдейі андай театральный қойылымдарды көп ойнататын. Соған көп түсіртетін ана актерлық шеберлігіңді жоғалтып алма, сахнаның тілін режиссураны оқыңдар деп. Ол кісінің алдына бардық қой біз. Қалай бардық қой мынау ішкенде десе. Жоқ, ол кезде ішкен жоқ бұл. Ол кісінің алдына бір есімде бір барып тұрған кезде Файзулланың да мамасы тұрған. Сендер бәрің бірге түстіңдер ғой сол кезде. Мен мамасын сол кезде көрген, бір жет көрдім. Бір жет көрдім, бірақ бір жет болғанда сол көрген, одан кейін көргенбіз. Одан кейін көргенбіз. Енді дұрыс қой, біз 2009-да біз оқуға түстік па? 2011-де қайтыс болды ғой ол кісі, мамасы. Біз енді екеуміздің бәрі мынау неге түсіп кетсе екен деп бәрі сөйтіп. Сондай немен тұрғанбыз ғой бәріміз де. Файзулланың мамасы да сондай оймен келіп білу үшін жаңағы Қабиевнаның алдына барып тұрғанбыз ғой как раз сол кезде. Кафедраның алдында тұрған. Бұйырса, Құдай қаласа, енді предпоказда көресіздер. Мына фильмді менің балаларым түсірген деп. Батаңызды беріңіз сонымен. Давайте, батаңызды беріңіз. Ал енді алға қойып отқан мақсаттарыңа жетіңдер. Мына киноларың елдің көрген адамдар енді қызығып тағы да қайта келіп көретіндей кино болғанына енді точно сондай болатын сияқты ғой, сендер сөздеріңе қарағанда. Сондай болсын деп тілеймін.
кассасы мықты болсын сендер миллиардқа кете берсін деді. Қанша миллиард болса да айтып тұр. Алланың бергені болады ғой енді, қандай болса да енді. Жол болсын, ақ жол, жақсылық. Тек қана жақсылық деймін. Аумин. Енді осы жалғыз бір киномен қалып қалмай, иә, Құдай қаласа. Мына фильмнен кейін уже бізде шабыт ашылып жатыр да деген Біраз сияқты. шабыттарың өш қалмасын, арғата жандан Дами берсін. Иә, келесі киномызға сізді шақырсақ па деп отырмыз, бірақ ол киноға сіз түсу үшін мен орамалды шешу керек и мына жерге татуировка қою керек. мына берген ана қағазымды жаттай алмай. Қайта қарап па? Иә. Баяғы мыналарды сабайтынмын. Жаман ана бастарына не жоқ? Мисіз деп айқайлап, мына жаттай алмайатса, сондай айқайлап, ұрып соғып сөйтіп оқытқанмын ғой. Сол қорыққаннан тез жаттайтын болып кетті ғой, тез жаттаймыз. Енді қазір мен нете алмаймын. Менде ми жоқ уже. Өмір бумеранг. Сондай сияқты. Балаң емсесең алдыңа сол бірдеңені келеді. нетсе жаттай алмай, нете алмай қаламын да, есіме түсіре Енді алмаймын ғой. біздің студиямызға, біздің подкастымызға келгеніңіз үшін сізге біздің бір сыйлығымыз бар. Беретін. Соны қабыл алыңыз. Мамаға қос баласының атынан сізге арнайы гүл шоқтары. Оқиға подкастына келгеніңіз үшін осы гүл шоғын қабыл алыңыз. Ой, рахмет. Біздің атымыздан қабыл алыңыз. Және ақшасын Каспиге саласыз. Және құрметті достар, осы шығарылымның астына мама туралы пікірлер, біздің екеуінің арасындағы оқиғалар туралы қызықты пікірлер қалдырып кетіңіздер. Кімде болмаса қызықты оқиғалар, болған оқиғаларыңыз болса жаза кетіңіздер. Кімдікі қызық, біз Елдос екеуміздің атымыздан, мама үшеуміздің атымыздан 2 билет киноға. Иә, қызықты пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жалпы мама екеуміз бірге отырған бірінші подкаст бұл, иә? Иә, бірінші. Предпоказға, кстати, предпоказға 2 билет. Бірінші подкаст болғаннан кейін мама екеуміз отырған, сол неден бастарын білмей мама отырды, память нашар, сол есінде қалған тек сол менің ішкенім екен. Еще хат жазып үйден қашып кеткенің, жоқ болып кеткен. Не хат жазғанын уже білмейді десейші. Не хат жазған білмейді, бірақ жүгіріп жүрді осы кезде. В общем, қысқасын айтқанда, көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар, және де лайк басып қойыңыздар. Мамалар үшін деп арнайы. Аналар үшін. Рахмет. Рахмет сізге. Аман болайық. Болды, мынау негізі реквизитті тастап кетесіз ғой.